Адыраспан жайлы не білеміз? Ауылымыз шөлейтті жерде орналасқасын ба, біздің жақта адыраспан көп өсетін. Баламыз ғой, түйнегін жіпке тізіп моншақ жасайтынбыз. Бұл қылығымызды үлкендер көрсе ұрсатын. Адыраспанды бей-берекет жылуға болмайды деп тыйым салатын. Жұлғызбағаны бұлай тұрсын, өсіп тұрған адыраспанның үстінен бастырмайтын. Бала кезде шыбын-шіркейден қорғану үшін де бықсытып адыраспаннан түтіндік салатынбыз. Ондай кезде әжем үнемі адыраспанды маған жұлдыратын. Оның себебін адыраспанды бойы таза, ер адам жылуы керек деп түсіндіретін. Оны жылар алдында жақсылап дәрет алып, сосын ассалаумағалейкум адыраспан, бізді сізге жіберді Омар Оспан деп келетін тіркесті айтқызатын. Мұның сырын сұрағанда үлкендер адыраспанға Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, пайғамбар дем салған, Хазіреті Оспанды бір апаттан сақтаған деп түсіндіретін. Қандай, қалай, ол жағын ашып айтқан емес. Достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене әрекеттеріңіз мен үшін үлкен қуаныш және шабыт сыйлайды. Адыраспан ұлы өсімдік. Біздің қазақ адыраспанды киелі өсімдік деп біледі. Адыраспанның киесі, қасиеті шипалығында. Адыраспан ұлы өсімдік. Адыраспанның сабағы, жапырағы, тіпті оның түтінінен де шипасы бар. Этнограф ғалым Серікбол Қондыбай өсімдіктер көне заманнан бері адам баласына қызмет етіп келеді. Оны әртүрлі мақсатта, ең алдымен бояу жасауға, тері илеуге, сабын қайнатуға және емдеуге пайдаланылады. Мәселен, адыраспанның өзіндік иісі бар және мал жеуге жарай бермегенімен кәсіптік маңызы бар. Адыраспаннан көптеген жұқпалы аурулардың кейбіріне қарсы препараттар алынса, ревматизм, тері және қышыма ауруларын емдеуге халық ертеден пайдаланып келеді деп жазған болатын. Адыраспанды қайнатып, сол сумен аяқ-қолы сырқыраған адамдар денесін буласа, сап тыйылады екен. Бұрындары суық дегенде, денеге бөрткен шыққанда, ұмытшақтық меңдегенде, тіс қақсағанда, осы адыраспанның суымен, буымен емдеген екен. Қазіргі уақытта да адыраспаннан жасалған дәрілерді фармакологияда қолданып жүр. Мұндай дәрілер қабынуды да жазады, зәр айдауды жақсартады, ішек құрттарын өлтіреді, қызыл ектің қанауын тежейді, іш ауруын жазуға көмектеседі. Адыраспанды көпшілік аластау мақсатында қолданады. Бұрынғылар сәбидің бесігін, сырқат адамды, тіл көз тигендерді, жаңа немесе ескі үйді адыраспанмен аластайтын. Адыраспанмен аластау қайдан шықты? Бұл рәсімді көптеген ғалымдар исламға дейінгі дәстүрлермен түсіндіреді. Әсіресе көне түркі халықтары аластау арқылы тазалауға мән берген. Бұл жайлы Гази университетінің профессоры Ибрахим Дилек көне түрік тайпалары мен Сібір халықтары және барлық түрік тектес халықтар оттың тазалаушылық және аластаушылық қасиетіне сенетінін айтқан болатын. Рас, адыраспанмен аластау ел арасында әлі күнге дейін жалғасып келеді. Адыраспанның түтіні улы, сондықтан оны микробтар мен вирустарға қарсы дезинфекция ретінде қолданады. Адыраспанмен аластауға қатысты шариғат не дейді? ХМДБ шариғат және пәтуа бөлімі меңгерушісінің орынбасары Хасан Аманқұл адыраспанды дезинфекция ретінде қолдану шариғатымызға еш қайшы келмейтінін айтқан болатын. Асыл дініміз адам баласына пайдалы келтіретін нәрселерге жүгінуге рұқсат етеді, әрі қолдайды. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бір сөзінде Алла тағала бірде-бір ауруды шипасыз бермеген, өлімнен басқасының емін тек зерттеуші біледі, оны надан адам білмейді деген екен. Осы хадистегі емін тек зерттеуші біледі дегендердің қатарына аталған шөпті тәжірибеден өткізіп, көнеден бері қолданып келген ата-бабаларымыз да кіретіні сөзсіз. Алайда адыраспанды ерекше бір тылсым күшке ие екенін сенуге қатаң түрде тыйым салынады. Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұған қатысты Алла тағала бірде-бір ауруды шипасыз бермейді. Әр сырқаттың емі бар, және де егер дәрі сырқаттың шипасын берсе, ол Алланың қалауымен болғаны дейді. Не үшін адыраспан киелі? Адыраспанды біздің қазақ киелі өсімдік деп түсінетінін жоғарыда атап өттік. Ол не үшін киелі? Жалпы қазақ дүниетанымдағы кие ұғымы нені білдіреді? Бұған жауапты дін мәселелері жөніндегі ғылыми зерттеу және талдау орталығы шығарған.
Қазақ халқы кейбір өсімдіктерді де киелі деп біледі. Соның бірі адыраспан. Халық оны емдік қасиетімен қоса киелілігін мойындап, түтінімен аластап үйге іліп қояды. Адыраспанды киелі деп санағандықтан жинайтын кісі дәретпен таза күйде Құдайға құлшылық жасап, бисмиллахир-рахманир-рахим деп, мен келдім, әр нәрсеге адыраспан атыңды қойған екен Омар Аспан, бисмилла деп айтып барып, адыраспанның сабағына қол тигізген деп жазады. Рас, кие деген ең алдымен құрмет. Бабаларымыз киелі деп атау беру арқылы жан жануарларды, өсімдік әлемін сақтауды бізге аманат еткен болатын. Адыраспан түйе табандар тұқымдасына жататын көп жылдық өсімдік, сабы мен гүлінде у болады. Ол сасық иісі дәрілік шөп бөліп саналады. Биіктігі 30-80 сантиметр. Тау беткейлерінде, жол бойында, жазық далаларда өседі.